Құрметті оқырмандар, ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Үй мал жандарыңыз аман ба? Құрметті оқырмандар, біз Шымқаладамыз. Қазақтас компаниясының цехтарына келіп жатырмыз. Медет бауырым. Ал Медет бауырым. Біздің клубтың мүшесі, естеріңізде болса, бізде Таразда бұл Алихан деген інісін бауырын қойған екен. Мынау кешегі бізде Камратован бойына төселіп жатқан бордюрлар, мынау кіші бордюрлар, тротуар жағасына, содан кейін үлкен бордюрлар. Қазір біз цехпен танысып жатыр. Ал Медет бауырым, бордюрды жалпы қалай күштеріңіз, әлеуқат нелеріңіз жете ма негізі? Бізде Аллаға шүкір болса производство мощностьіміз күнделікті 5 мың штук, 10 мың штукқа дейін параметрлер шығарып бере аламыз. Жалпы кез келген объем почти нелеріміз оборудованиеміз дайын. Бізде бір ғана емес, 3 оборудованиеміз бар. Осы бордюр парабрик бойынша қазіргі таңда Қызылорда, Шымкент, Алматы, Тараз қалаларына осы жерден жіберіп отырмыз. Шымкенттен жіберіп жатырсыздар, иә? Өйткені количество көп шыққаннан кейін бағасы да уже бізге Таразда Тараз бағасына тең болып барады. Тең болып барады, иә? Алматыда солай. Бізде кешегі анау Камратован бойындағы бордюрларды сіздер жібердіңіздер ғой? Иә, Тараз қазір бізден алып жатыр. Жігіттер, тендермен айналысатын болсаңыздар, жалпы негізі осындай көп бөлімде бордюр керек болатын болса, жігіттерге беймарал хабарласа беріңіздер. Цех жұмыс істеп жатыр, мен қазір көріп жатырмын. Бордюрлардың сапасы өте тамаша, көңілден шығып жатыр. Бізде қаладағы үлкен кісілердің де көңілінен шығып жатыр екен. Еш уайымдамаңыздар. Қанша көлемде десеңіздер, сонша көлемде. Бізде Таразда, Шымкентте, Алматыда, иә? Басқа қалалардан хабарласпасашы, Қызылордадан басқа жақтан оларды өзіміз ұйымдастырып беріп жеткізбейміз. Қазір Ақтауда ұйымдастырады вагонда. Вагонмен, иә? Енді бұл салада енді основной негізінде көп проблема заказды алып уақытылы жеткізіп бере алмайды. Сол үшін жаңағыдай уақытылы жеткізіп беруге біздің производство мощностьіміз, технологиямыз, жұмысшы күшіміз бәрі жетеді. Ең бірінші проблемалардың бірі сол сапа. Сапасы, иә? Сапасы жақсы, сапасы әдемі, тамаша сапасы.